Сәлем құрметті достар, бұл су құйғыш белгісіне арналған жаздың келе жатырған бірінші айына, маусым айына толық жұлдыз жорамал су құйғыштар белгісінің толық астрологиялық прогноз деп айтуға болады. Бұл ай су құйғыштар үшін пайдалы және үмітті кезең болмақ деп айтуға болады. Отбасы, үй, жаңа мүмкіндіктер мен жеке өмірде бәрі қозғала бастайды. Алдымен жалпы энергия туралы айтатын болсақ, бұл айда сіз өз үйіңізде, отбасыңызда және жеке кеңістігіңізде үйлесім мен тыныштықты сезінесіз, яғни гармония орын алады деп айтуға болады. Бұрынғыдан келе жатқан бір шаруада айқын нәтиже байқайтын боласыз. Сонымен қатар 2023 жылдың шілдесінде басталған тақырыптар қайта қозғалуы мүмкін. Бірақ қазір енді сіздің ішкі күшіңіз бен тәжірибеңіз соларды бітіруге немесе солардың нәтижесін шығаруға сіздің жаңа қазіргі тәжірибеңіз немесе энергияңыз жеткілікті болады. Маусымның соңына қарай күтпеген ұсыныс пен мүмкіндіктер келеді. Оны жіберіп алмау керек. Қазір күндерге тоқталамыз. 5 маусымнан бастасақ, 5 маусымда Меркурий мен Ай түйіндерінің кернеулі байланысы болады аспанда. Бұл таңдау жасайтын күн. Наурызда басталған тақырыптар қайта еске түседі. Су құйғыштар үшін бұл қаржы, табыс немесе мүлік мәселесі. Қаржыны қайда салу керек, қаражатты қайда салу керек, инвестиция жасау керекпін бе, қайта қандай табыс моделін жасау керекпін деген сұрақтарға жауап іздейтін боласыз. 6 маусымда Венера планетасы торпақ белгісіне өтеді. Су құйғыштар үшін бұл құбылыс сіздің 4-ші үйде орын алады. Бұл күннен бастап 4-ші шілдеге дейін, яғни 6 маусымнан 4-ші шілдеге дейін Венера сіздің үй, отбасы, өмір сүру кеңістігі саласына жауапты 4-ші үйде болады. Ал Венера бізде ол эстетика, сұлулық, махаббат және ақша, әрине соның планетасы. Сондықтан бұл жерде үйіңізге ақша салуыңыз мүмкін, жөндеу жұмыстары болсын, әшекейлеу болсын, қандай да бір интерьерді өзгертесіз бе, әдемі қылып, үй ішіндегі жылы атмосфера орнатуға тырысасыз. Отбасымен қарым-қатынастың жақсаруы әрине, себебі Венера бізде махаббаттың үйі планетасы. Үйіңізді сәндеу, жөндеу, мүмкін көшу, жылжымайтын мүлік арқылы табыс табу, әйел туыстарының жағымды әсері болады бұл кезде айтпақшы. Себебі Венера бізде әйел адамның да символы. Және отбасымен бірге сапарлар жақсы өтеді. 8 маусымда Меркурий планетасы Шаян белгісіне өтеді сіздің 6-шы астро үйде, және 9 маусымда Юпитер де сіздің 6-шы астро үйге өтеді, және сол жерде 1 жыл бойына болады. Ал біз білеміз, Юпитер ол барлығын нығайтатын, кеңейтетін, көбейтетін жомарт және сәтті планета. Сондықтан қай астро үйге тоқталса, сол астро үйде айтылатын нәрселердің барлығына ол сәттілік әкеледі. Сізде ол су құйғыштар 6-шы үй. 6-шы үй ол денсаулық, жұмыс, тұрмыс саласы. Яғни 1 жыл бойына сізде жаңа жұмысқа немесе тұрасыз, немесе жаңа жұмыс ұсыныстары көп болады. Қазір жұмыста немесе кәсібіңіз болса, команда кеңейеді, көбірек болады адамдар, жұмысшылар. Мүмкін өзіңізге көмекшілер, ассистенттер аласыз. Олардың бәрін алуға сізде ресурстар пайда болады. Сонымен қатар әрине бұл жаңа жауапкершілік. Жаңа жауапкершілікпен сіздің лауазымыңыз өседі, жалақы өседі, денсаулық жақсарады міндетті түрде. Себебі 6-шы үйде Юпитер әрдайым денсаулықты жақсарады. Сонымен қатар көптен мысалы шешілмеген бір денсаулығыңызға қатысты бір аурулар болса, қандай да бір аурулар немесе сізге кедергі келтіріп жүрген нәрселер болса, қазір соның барлығынан арылып, өзіңізді жақсы сезіне бастайсыз. Жақсы әдеттер қалыптастырасыз. Мүмкін темекі шегуді мысалы тастау, немесе тым көп тамақтануды тастап, өзіңіздің денеңізге көңіл бөлесіз, фитнеске жазыласыз. Спорт, массаж, пайдалы өнімдерге бетбұрыс басталады. Және жаңа баспана мүмкіндігі де мол болады. 11 маусымда аспанда толық ай мерген белгісінде тоқталады, ал су құйғыштар үшін бұл құбылыс 11-ші астро үйде болады.
11 астро үй ол достар, ұжым, жобалар, нәтиже секторы. Бұл кезде бұрынғы жоба нәтижесін көруіңіз мүмкін, яғни бұрыннан келе жатырған ұжымдық мерекелер, мысалы ұжыммен қосылатын, немесе ол бұрынғы класстастарыңыз, сыныптастарыңыз сізбен хабарласуы мүмкін, немесе жұмыс орнында тимбилдингтар болуы мүмкін, қандай да бір курсты аяқтау, оқу курстарын, әлеуметтік шараларға қатысасыз, интернет арқылы құнды хабар табуыңыз мүмкін. Сонымен қатар достармен байланысты жаңалықтар болады. 14 маусымда Венера мен Қара ай Лилит оппозициясы орын алады. Бұл сіздің суқиғыштар үшін 4 және 10 астроүйде болатын құбылыс. Бұл жерде сақ болу керек. Үй мен жұмыс арасында кішкене қақтығыстар болады. Үлкен кісілермен дауласудан сақ болу керек міндетті түрде. Және жалған ақпарат көп болады, сондықтан алданып қалуыңыз ықтимал. Бұл жерде 14-15 маусым бұл күндері негізі телефон, интернет, әлеуметтік желідегі болып жатқан нәрселерді көп оқымай, қарамай детокс жасағаныңыз дұрыс, себебі информациялық қоқыс көп болады деп айтуға болады. 15 маусымда да әлеуметтік жаңалықтар ауыр тиюі мүмкін, яғни дүние жүзінде болып жатырған нәрселер басқа мемлекеттерде мүмкін, немесе саяси қандай да бір нәрселер, жаңалықтар сізге ауыр тиюі мүмкін, жүрегіңізге қатты қабылдауыңыз мүмкін. Сонымен қатар бұл кезде жеке өмірде жоспарлар бұзылып, немесе басқаша іске асуы мүмкін. Және 16-19 ақпан аралығында туған суқиғыштар осының бәрін ерекше сезінеді. Сондықтан егер сіздің туған күніңіз 16-19 ақпанның аралығында болса, 14-15 маусым күндері телефон, жаңалық, компьютер деген нәрселерді оқымай, қарамай, өзіңіз мысалы серуендеп демалған дұрыс. Асығыс шешім қабылдаудың бұл күндері сондай-ақ керек жоқ. 17 маусымда Марс планетасы Бикеш белгісіне өтеді. Суқиғыштар үшін бұл құбылыс 8 астроүйде болады. 8 үй бізде қаржылық байланыстар, ортақ ресурстар, яғни ол нақты тура біздің ақша емес, басқа адамдардың қолынан келетін ақша, энергия, ресурс, несиелер, алимент, салық. Марс 7 тамызға дейін осы 8 астроүйде болады сізде. Несие, қарыз, табыс, алимент, сақтандыру сұрақтары жылдам шешіледі. Мемлекетпен немесе серіктесіңізбен есеп айырысу жүргізесіз. Және бұл уақытта қаржыға байланысты даулар туындауы мүмкін, себебі Марс ол тек қана Марс бізде бір жағынан энергияның планетасы, барлығын қарқын жылдам жүргізетін планета, бірақ сонымен қатар агрессорлықты планета деп айтуға болады. Сондықтан қаржыға байланысты, несиеге байланысты дауларда туындауы мүмкін. Бірақ Марстың Бикеште болуына қарағанда және 8 астроүйде болуына қарағанда, сіз жалғыз өз басыңыз емес, өзіңіздің жолдасыңыз, досыңыз, немесе біреумен бірге кәсіп жасап жатырған болсаңыз, серіктесіңізбен бірге барлығын шешетін боласыз. 19 маусымда Юпитер мен Нептун квадраттарының аспектісі болады. Бұл кезде сізде идеология, сенім, еркіндік дағдарысы болады іштей. Бұл жерде сіз өзіңізге мен неге рұқсат етемін деген сұрақ қоюыңыз мүмкін. Яғни өзіңіздің шекараңызды басқа адамдарға қаншалықты оларға не болады, қалай болады, сізбен қалай сөйлесуге болады, немесе сізбен қалай өздерін ұстау керек деген сұрақтарға мысалы өзіңізге сондай сұрақ қоятын боласыз. Ұйымдастыру, коммуникация дағдыларыңызды жетілдіретін уақыт. 21 маусымда күн планетасы Шаян белгісіне өтеді. Бұл дүние жүзінде жазғы уақыттың ресми басталуы және жылдың жаңа энергетикалық циклы. Бұл кезде жоспарларды қайта қарап, батылдықпен іске кірісу керек. 24 маусымда күн мен Юпитер планетасының түйісуі
су құйғыштар үшін 6-шы астероиде болатын құбылыс. Бұл престижді жұмыс әкеледі. Яғни статусыңызды көтеретін, әдемі болып жүретін, немесе престиж деп айтқанда бұл жерде бір өте сондай қымбат офис, ол жерде жаңағы қымбат киінетін, әдемі киінетін, мүмкін сізге жеке жаңағы таситын сізді көлік болады деп айтуға болады. Яғни өте сондай бір престижді жұмыс болуы мүмкін. Немесе өз салаңызда қазір жұмыс жасап жатсаңыз, жақсы профессионал болып, сіздің беделіңіз артады. Сондай-ақ денсаулық жағдайы жақсарады, 6-шы үй себебі, және әріптестермен жақсы байланыс орнайды. 25-ші маусымда аспанда жаңа ай туады. Жаңа айда сізде 6-шы үйде туады. Бұл жаңа жұмыс ұсыныстары, жаңа әріптестер келуі мүмкін. Жұмыс кестесі өзгеруі мүмкін, немесе жұмыс кестесі өзгереді, немесе жұмыстың формасы өзгереді. Мүмкін сіз офисқа бармай енді онлайн жасайтын боласыз, удаленно жасайтын боласыз, үйден. Немесе сонымен қатар жеке күтімге көңіл бөлетін боласыз бұл кезде. Және кейбір адамдар мүмкін үй жануарын иеленуі мүмкін. Мүмкін мысық немесе ит алғысы келетін адамдар осы жаңа ай туғанда сондай шешімге келуі мүмкін. 28-ші маусымда Меркурий Арыстан белгісіне өтеді. Су құйғыштар үшін бұл 7-ші астероиде болатын құбылыс. Бұл келісім шарттарға қол қоятын күн, серіктестік ұсыныстар болады. Жаңа таныстар көбейеді, қызықты хабарламалар алуыңыз мүмкін. Мүмкін шет елден немесе басқа қаладан. Және ол қызық ұсынысты жіберіп алмағаныңыз дұрыс. Тіпті егер алғашқыда сізге қызықсыз көрінсе, сізге айтылған нәрсе, оның болашағы зор болуы мүмкін. Сонда сол үшін жіберіп алмаңыз, барлығын көріңіз. Сіз күтпегендей болып қалуы мүмкін ар жағы. Жақсы жағынан турбулентті күндерде бар маусым айында, ол 11-ші маусым, 18-ші маусым және 25-ші маусым. Бұл күндері импульсивті әрекеттер жасауға болады, яғни жүрегіңізді тыңдап шешім жасауға болады. Бірақ нақты жоспарланған жобаларды бастау керек жоқ. Яғни бұл күні логика емес, жүректі тыңдаған дұрыс. Бірақ сонымен қатарда өзіңізді бақылап, кішкене сабыр көрсету керек. Қорытындылайтын болсақ, құрметті су құйғыштар, маусым айы сізде даму, тұрмыстық жаңару, қаржылық тепе-теңдік және сіз үшін жаңағы гармония, яғни үйлесімділікті, жаңа мүмкіндіктерді әкелетін ай. Үлкен өзгерістерге дайын болыңыз. Ең бастысы, соңғы күндердегі ұсынысты қабылдаудан қорықпаңыз. Ол сізге жаңа өмірлік жолдың есігін ашуы мүмкін. Құрметті су құйғыштар, мен сіздерге сәттілік тілеймін. Арнаға жазылыңыз, тағы да кездескенше.